9-шы сынып 3-ші тоқсан 2-ші бөлім бойынша жиынтық бағалаудың 2-ші нұсқасын бірінші есепте бізде тригонометриялық функциялардың айырымын көбейтіндегі түрлендіру формуласын қолданатын боламыз. Синус альфа азайтылған синус бета тең 2 еселенген синус альфа азайтылған бета бөлінген 2 көбейтілген косинус альфа қосылған бета бөлінген 2 формуласын қолданамыз. Орнына апарып қоятын болсақ, синус 75 градус азайтылған синус 15 градус тең 2 еселенген синус 75 градус азайтылған 15 градус бөлінген 2 көбейтілген косинус 75 градус қосылған 15 градус бөлінген 2. Ары қарай есептейтін болсақ, 2 синус 75 градустан 15 градусты азайтатын болсақ, бізде 60-ті 2-ге бөлсек 30 градус шығады екен. Көбейтілген косинус 75-ті 15-ге қосатын болсақ, 90-ді 2-ге бөлетін болсақ, 45 градус шығады. Енді бұрыштардың орнына апарып мәнін қоятын болсақ, 2 көбейтілген 2-ден 1 көбейтілген 2 түбірасты 2-ге тең. Яғни синус 2-ден 1-ге тең, косинус 45 градус 2-ден түбірасты 2-ге тең. 2 мен 2 қысқарады, сонда 2-ден түбірасты 2-ге тең мән шығады екен. Келесі екінші есепте 2 бұрыштың қосындысы мен айырымының формуласын қолданатын боламыз. Яғни косинус альфа қосылған бета формуласын қолданамыз. Косинус альфа азайтылған бета формуласын бойынша орнына қойып, мәнін есептейтін боламыз. Содан кейін ең соңында косинус бета 2-ге теңді орнына қойып, мәнін табамыз. Бірден формула бойынша қолданып жіберейік. Бізде мына формуланы қолданамыз. Косинус альфа қосылған бета ол тең косинус альфа косинус бета азайтылған синус альфа синус бета. Дәл осылай айырмасы да осыған тең, тек арасында қосындыға өзгеретін болады. Енді бірден орнына қоятын болсақ, бізде косинус пи бөлінген 3 косинус бетаға тең, азайтылған синус пи бөлінген 3 синус бетаға тең. Қосылған косинус пи бөлінген 3 косинус бета қосылған синус пи бөлінген 3 синус бетаға тең. Бізде синустар пи бөлінген 3 синус беталар қарама-қарсы болғандықтан қысқарып жойылып кетеді. Сонда 2 косинус пи бөлінген 3 косинус бета шығады екен. 2 көбейтілген 2-ден 1 көбейтілген 2. Олай болса 2 мен 2 қысқарады, 2-нің өзі шығады екен. Үшінші есепте тепе-теңдікті дәлелдеуіміз қажет, яғни біз тек қана оң жағын ғана өрнектесек жеткілікті. Олай болса біздер алдымен тангенс 3 бета шығатын болғандықтан, біз синус 3 бета мен косинус 3 бетаны өз алдына қалдырып, ал синус 5 бета мен синус бетаны екеуін әуелі қосып алайық. Және косинустарды дәл солай біріктіріп аламыз. Синус 3 бета өз алдына қала берсін. Қосылған жақша ішіне синус 5 бета қосылған синус бета. Келесі косинус бета қосылған косинус 5 бета қосылған косинус 3 бета. Біздер яғни 2 бұрыштың қосындысы мен айырымының формуласына келтіруге болады екеуін. Бірінші синус 3 бета сол күйінше тұра берсін. Қосылған 2 еселенген синус 5 бета мен 1 бетаны қосқанда 6, 6-ны 2-ге бөлетін болсақ 3 бета шығады. 3 бета косинус айырымы 5 бетаға 1 бета қосақ 4, 4-ті 2-ге бөлсек 2 бета шығады екен. Одан кейін бұл жерде де косинустың формасын қолданамыз. 2 еселенген косинус 3 бета косинус 2 бета қосылған косинус 3 бета. Енді біз алымнан да бөлімде ортақ көбейткіш жақшаны сыртында шығарамыз. Яғни синус 3 бетаны шығаратын болсақ, синус 3 бета орында 1 қалады, 1 қосылған 2 косинус 2 бета.
бөлімде де солай косинус 3 бетаны жақшаның сыртына шығаратын болсақ, жақша ішінде қалады 2 косинус 2 бета қосылған 1. Яғни бізде ұқсастарды қысқартып жіберейік. Қалады бізде синус 3 бета бөлінген косинус 3 бета. Біз білеміз синустың косинуске қатынасы ол тангенс бетаны беретін, сонда тангенс 3 альпінің мәні шығады екен. Бірінші нұсқаның есептерінде дәл осы әдісті қолданып шығарасыздар.